Баршаңызға сәлем. Сіздермен дәл осындай жұмсақ, дәмді, керемет болып шығатын үй жағдайында пісетін тандыр нанның рецептісімен бөліскім келеді. Негізі тандырда отта піскен нанды тандыр нан деп атайды. Бірақ бұл нанның да дәмі одан кем емес. Менімен міндетті түрде жасап көріңіз, видеоны соңына дейін қараңыз. Ол үшін бар болғаны бізге су, ашытқы, қант, айран, сұйық май және су керек. Айранның орнын өзіңіз қалаған затпен, сүтпен немесе басқа да затпен, майонезбен алмастыра аласыз. 1,5 стакан жылы суға 1 қасық тұз, 2 қасық қант қосып жақсылап араластырамыз. Артынша айранды, сұйық майды қосып тағы да араластырамыз. Егер осы аралықта суыңыз суып кететін болса, үстіне тағы да кішкене ыстық судан құйсаңыз болады. Себебі нан ашуы үшін судың қолға бататындай ыстық болғаны өте маңызды. Енді ұнның ортасына шашпастан ашытқымызды саламыз. Егер шашырап кетсе, тез ашымай қалуы мүмкін. Дайын болған сұйықтықты құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Барынша ұзақтау илеуге тырысыңыздар. Сол кезде қамырымыз, нанымыз жұмсақ, керемет болып, үлпілдек болып іседі. Қамыр дәл осылай қолға онша жабыспайтындай болуы керек. Жылы жерге 30-35 минуттай қойып қоясыз. Одан ұзақ қоймаңыздар. Нанның жұмсақ болу құпиясы оның 2 рет көтерілуінде. Алғашқы 30 минутта осылай көтерілді. Біз оны дәл осылай болып тұрған кезде сәл-сәл қолменен басып, тағы да жылы жерге 20-25 минуттай орап қоямыз. Міне қамыр 2-ші рет көтерілді. Табамызға өте жұқа етіп май жағамыз. Себебі қатты көп жақсаңыздар, нанның асты қуырылып кетуі мүмкін. Біз қазір онсыз да сұйық майды пайдаланамыз. Сіздерге тағы бір лайфхак. Қолыңызды майлап алу арқылы қамырды қолға жабыстырмай, әрі нанды жұмсақ етіп пісіруге қол жеткізе аласыз. Осылай қамырды 4-ке бөлесіз, табаларға жайып шығамыз. Төртеуін де дәл осылай дайындап аламыз. Үстіне салафан жауып 15 минуттай тағы да тындырып қоямыз. Оған дейін пешіңізді қосып қоюды ұмытпаңыз. Қамыр тынып көтерілді. Оны осылай қолмен формасын келтіреміз. Негізі нан тескішпен жасасаңыз да болады, бірақ мен осылай арнайы шаншқымен тесіп шығамын. Сол кезде нанның ортасы өте төмен болып қалмайды, еркін ісіп, үлпілдек болып шығады. Енді үстіне 1 жұмыртқаны жағып шығамыз. Сәндік мақсатта күнжіт немесе мак сепсеңіз болады. Оның аса маңызы жоқ бірақ.
қызып тұрған пешке, міндетті түрде қызып тұрған пешке, сіздің пешіңізге қарай 190-200 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Барлық нанды дәл осылай пісіреміз. Нанымыз дайын, өте оңай, өте жылдам піседі. Дәмі сондай ерекше, иісі де керемет, жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бұл нанды біздің үйде барлығы жақсы көреді, тіпті жолға шығатын болса дүкеннің нанын сатып алмайды, тек қана маған пісіріп қойшы деп тапсырыс береді. Рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған сымбатты асхана.